Әлі бір затты ұрлай алмадыңдар. Сендерді не істесем екен? Кінәлімін Дәуеке, бірақ мына ақымақ роботтың кесірінен үнемі ісіміз оңға баспай жүр. Жоқ, ол ақымақ болса, сен ақылдысың ғой. Қане, жағдайды түзе. Соны айтам, менен көре бермей. Сөйлемеңдер. Бүгін Лондонға аттанасыңдар. Бір маңызды іс бар. Жақсы Дәуеке. Елдос, мынау Эйфель мұнарасы. Біз оны қалай құтқарғанымыз есіңде ме? Есімде, бұбумен шайқасып едік қой. О, мынау біздің Астанадағы бейбітшілік пен келісім сарайы ғой. Я, оны да ұрлап кеткенде орнына қайтарып едік. Өтте әдемі салтанатты сарай. Егер сол жолы мен болмасам, оны ендігі дәу еленіп алар еді. Елдос, ол не дегенің? Менше? Алақ төсше? Қалай? Біз оларды бәріміз бірігіп жеңіп жүрміз ғой. Менің сиқырлы планшетім бар. Оның қолынан бәрі келеді. Hello, Аяжан, Елдос. О, Джон, қалайсың? Сәлем, Джон. Елдос, сендерге айтарым бар. Не айтасың, Джон? Әлгі бау кеспелер, Сотқарбай мен Бубу Лондонда жүр. Сендер маған оларды көрсең, бірден айт деген соң хабарласып тұрмын. Мен қазір барамын. Жарайды, бар. Ал біз Ақтөз екеуміз бүгін қалайық? Сенің күшіңді көрейік. Оларда өзім-ақ жеңем. Сен ештеңеге тиіспе. Осында қозғалмай тұр. Тұр, қағаздан қарап алайын. Менде мекен жайы жазулы ғой. Иә, мынау сол үйдің өзі. Жүр, ішіне кірейік. Елдос, Лондонға қош келдің. Тек Аяжансыз келгенің өкінішті. Ой, мен Аяжансыз да бәрін өзім жеңіп кетем. Қорықпа. Онда кеттік, ұрылардың соңына түсейік. Аяжан екеуің оны қалай құтқарғандарың әлі есімде. Ал қазір Биг Бен орнында. Ал ұрылар көрінбейді. Кеттік ары қарай. О, мынау Вестминстер абаттығы. Дәл таптың, Елдос. Ол да орнында екен. Сотқарбай мен Бубу Лондонға неге келді екен, а? Елдос, абайлау керек. Олардың босқа келмегені сөзсіз. Джон, сен қорықпа. Мен осыған дейін қаншама ерліктер жасадым. Бұл жолы да қарап қалмаспын. Алақай, бізді ешкім көрмей қалды. Скрипка бізде. Айғайлама. Одан да тез етіп қашып кетейік. Мұнда үйдің мекен жайы жазылыпты. Бұл не қағаз болды екен? Саяхатшылардікі болар. Қазір тексереміз. Бұл қағаз Сотқарбай мен Бубудан түсіп қалғаны белгілі болды. Олар осы жерде болған. Не үшін? Міне, планшетте жазылған. Бейкер-стрит 221 Б мекен жайына әйгілі Шерлок Холмсқа күн сайын көптеген хаттар келіпті. Сол себепті мұнда мұражай ұйымдастырылған. Бұл үйде
тек Шерлок Холмстың өзі ғана тұрған жоқ. Оның досы әрі көмекшісі доктор Ватсон және миссис Хадсон да осында тұрған. Жүр, ішіне кірейік. Елдос, қарашы. Мұнда Шерлок Холмс әлі күнге дейін тұратын сияқты. Міне, бас киімі. Ал оның скрипкасы қайда? Есіңде ме? Ол бір қылмысты ашар кезде скрипкада ойнайтын еді ғой. Иә, оның рас. Бірақ скрипкасы көрінбейді ғой. Ұрлап кетті ме сонда? Оны табамын, саспа. Планшетте ешқандай ақпарат жоқ. Енді қайтсем екен? Ой, Шерлок Холмстың скрипкасы жоқ. Енді оны ешқашан көрмейтін шығармыз. Білмей тұрмын. Кімнен көмек сұрасақ екен? Бір өзім бәріне шамам келеді деп едің ғой. Не болды? Ой, Аяжан, сол сөзім үшін сенен ұялып тұрмын. Жарайды. Мен сені кешірдім. Біз Ақтөс екеуміз қазір жетеміз. Не болды? Тағы өлдірдіңдер ме? Жоқ, тәуеке. Бұл жолы біз сізге ерекше сый әкеле жатырмыз. Міне, Шерлок Холмстың скрипкасы. Сосын қуанасыңдар. Алдымен жеткізіңдер. Аяжан, Ақтөс, келгендерің жақсы болды. Мен бір өзім таба алмай жатырмын. Не болды? Баукеспелер бұл жол не ұрлады? Сұмдық. Олар Шерлок Холмстың скрипкасын ұрлап кеткен. Ал менде мына қағаздан басқа ештеңе жоқ. Қане, қағазыңды Ақтөске ескетейік. Егер оны ұрылар ұстаған болса, Ақтөс оларды естерімен табады. Алақай, Аяжан, жарайсың. Кеттік, іздеріне түсейік. Скрипканы табамыз. Кешіктіңдер. Скрипка енді біздікі. Бе, бізді таба алмайсыңдар. Мұнда жол айрық. Әрі қарай қалай жүреміз, Ақтөс? Қолға түстіңдер ме? Бубу, қане, көкесін көрсетші мыналардың. Жұлдыз ұшақ, ұрысқа! Бер жазаларын. Алақай, скрипка бізде. Біз жеңдік. Енді оны мұражайға апарайық. Елдос, Аяжан, Ақтөс, сендер нағыз батыр екенсіңдер. Рахмет сендерге. Оқасы жоқ. Қандай керемет мұражай. Нағыз із кесушінің мұражайы. Қандай қызық.
Иә, мұражай өте қызықты екен. Тура қазір Шерлок Холмс қасында тұрғандай сезімде боласың. Шерлок Холмс пен доктор Ватсонның хикаялары. Бұл менің сүйікті кітабым ғой. Аяжан, сенің қызықты оқиғаларды көп білетінің осыдан екен ғой. Сен Шерлок Холмстың қарындасы екенсің ғой. Шынында, Елдос, Аяжан, сендер Шерлок Холмс пен доктор Ватсонға ұқсайды екенсіңдер. Тіпті кейде солар сияқты ренжісіп қаласыңдар. Ой, мен енді Аяжанды ешқашан ренжітпеймін. Шын айтам. Жақсы, Елдос. Ал мен ренжімеуге тырысам.